Сәуір айының әр үшінші сенбісі әлем халқы цирк күнін атап өтеді. Сол себепті бүгін Қазақ мемлекеттік циркінің тыныс тіршілігімен танысуды жөн көрдік. 1968 жылы Дінмұхамед Қонаевтың бастамасымен Алматы қаласында цирк ғимаратының құрылысы басталды. Ал 1972 жылы 10 маусымнан бастап түрлі қойылымдармен көрерменнің көңілін баурап келеді. Цирк сөзі латын тілінен аударғанда дөңгелек деген мағынаны білдіреді. Цирк ғимараты қойылым өтетін зал, тіпті орталығы саналатын аренада осы пішінде жасалған. Әртістерге шеңбер пішінді алаңда өнер көрсету өте ыңғайлы. Десе де, жалғыз себебі бұл емес. Циркте өнер көрсететін әртістер мен жан-жануарлар қошеметті жақсы көретіндіктен халықтың қоршап, қолпаштап отыруы маңызды. Әуені бағындыра білген акробаттар, жан-жануарлардың тілін тауып бей үйреткен бапкерлер, ат құлағында ойнайтын шабандоздар. Бұның бәрін сіз бен біз көрермен залынан көретінбіз. Ал бүгін цирк әртістерінің дайындығын бірге тамашалайық. Бұл кішкентай цирк әртісі Данат Доспатыров. Данат қазақ цирк өнеріне қалтқысыз еңбек еткен Доспатыровтар әулетінің өкілі. Содан болар, 4 жасынан бері ата жолын жалғап, осы өнерге баулыған. 2022 жыл өткен. Жаңа жылдық қар ханшайымы қойылымында алғаш рет басты рөлді сомдады. Ал қазір жақын күндері көрерменге ұсынылатын кішкентай ханзада қойылымына дайындалып жатыр. Отбасылық дәстүрді жалғап жүрген Демидовтар әулеті де қызу дайындық үстінде. 26 жылын циркке арнаған Ольга Демидова бүгінде 3 баласын да осы өнерге баулыған. Тіпті үлкені Анастасия Демидова беделді Монте-Карло фестиваліне қатысып, воздушные ремни номерімен серебряный клоун мүсінін еленді. Сейчас вот она показывает вам. Қазір сіздерге стройны баланс аталатын трюкті көрсетіп жатыр. Бұл өте қиын трюк. Бұл нөмірде шеңберді екі аяғымен және қолымен бір уақытта айналдыру керек. Бұл трюкті әлі ешкім жасай алмайды. Қазір нөмірді жетілдіру үстіндеміз. Бұдан да көп уақыт айналдырып тұру керек әрине. Сол үшін күнделікті дайындалып жатырмыз. Жақын күндері көрерменге ұсынамыз. Қазақ мемлекеттік циркінің құрылғанына биыл 54 жыл. Осы аралықта әртістер әлем халқының қошеметіне бөленіп келеді. Мысалы, ақпан айында 10-шы мерейтойлық алтын піл халықаралық цирк өнері фестивалінде Хасақ тобы Томирис нөмірін лайықталып шықты. Нәтижесінде Дания, Голландия, Германия, Франция, Латын Америка, Италияның атақты цирктеріне шақырту алды. Біз тарихи кинода шықты, тарихтан да алып Томириста цирк өнеріне ұлттық нақышта шетел Европа халқына көрсеткіміз келді. Бізде осындай Томирис деген ханым болған, осындай бізде әйел адам болған дегенде сөйтіп көрсетуге тырыстық. Цирк Бекзат өнер ордасы. Бір нөмірді көрерменге ұсыну үшін өнерпаздар кейде 6 жыл дайындалады. Жиналған қауымды таңдай қақтыру үшін түрлі қауіпті трюктер орындалуы керек. Ендеше, 2022 жылы Қазақ мемлекеттік циркі өнер сүйер қауымға не ұсынады? Алда 3 қаламызға Шымкент, Қарағанды және Түркістан қалаларында гастроль сапар жоспарланып отыр. Келесі халықаралық гастрольдеріміз ол бізде Венгрия мемлекеті, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан мемлекеттері жоспарланып отыр. Қазақ мемлекеттік циркінің өзінің бір репертуар жайында айта кетсек, қазіргі таңда сәуір мен мамыр айларында Юрий Никулин Ресей мемлекетінен гастрольмен циркке келеді, Франке деген. Бүгінде циркте заманауи жанрларды қазақы дәстүрлермен, мәдениетпен байланыстыру дағдыға айналды. Бұл ұлттық цирк өнерін дамытып, қазақы қолтаңбаны қалыптастыру үшін аса қажет. Олай болса, цирк аренасында өнер көрсететін барша талантты жандарға сәттілік тілейміз.